Сәлем оқырман. Аринаға кеше үміткері келіп еді, бірақ Тимурдың әрекеттерінен эфирде болмады. Тимур болса кеше Аринаны әбден жылатты. Ендігі бәрінде сұрақ Тимамен бәрі бітті ме? Иә, бәрі біткен. Ал үміткерменше? Ол сұраққа Арина осылай жауап берді. Таныстық жалғасты, кездесу бірақ болған жоқ. Себебі деді, жүрегім ауырып, үйге кетіп қалғаным бар, деді Арина. Абай болса кеше әлеуметтік желілерде Арина мен Тимаға бақыт тілеп жатқан болатын. Үміткері екеуі қайта қосылған екен деп түсініпті. Арина болса соны көріп бәр мән-жайын айтып берді. Соңында үміткері қыздан кешім сұрап, таныстық солай жалғасын тапқан екен. Ендігі осы тақырып қайта көтерілмейтін деп сенейік. Және де Арина болса Тимамен желіге суретін жүктеп осындай сөздер жазды. Мен сенсізде өмір сүргенмін, сеннен кейін де өмір сүремін деп. Ал пікірлер қандай екен? Дұрыс жасадың Арина, өмірің алда. Сені бақытты қылатын, аялы алақанына салып аялап құрметтейтін жігіт, ол осы жолы келген үміткер Абай. Тимур әлі бала. Керек емес. Сені жылатпайтын, сені мәпелеп өсіретін ата-ене кезсін. Ұмыт Тимурды, мен саған сіңілі ретінде айтамын. Абай серьезный жігіт екені көрініп тұр. Ата-анасы сені әлі ақ қызындай көреді. Бақытты бол жаным. Тима маманмен отырып неге тағы сөйлесіп көрмеске? Аринаға үйленбесен, мүмкін мүлде үйленбей кететін шығарсың. Мүмкін ұрпағың тарамай қалатын шығар. Менің ойымша, сіз Аринаны тез ұмытып басқасымен кездесіп үйленесіз деп ойламаймын. Жігіттерге бәленбай жыл керек, ол үшін. Ұмытып қайтадан ғашық болу керек. Әрине, маман, папан таңдар. Бергенге үйленуге болады. Бірақ өмір бойы бақытсыз болып өту қалай жаман. Бірақ рет берілген өмірде неге өз ғашығына үйленбеске, неге бақытты болмасқа? Дәл осы Арина ертең ұлда, қызда туып береді. Дәл осы Арина ұрпағынды көбейтеді. Дәл осы Арина ертең құдада, құдағида болғызады. Жетімді жылатпай маман, қызындай көрсе, екі есе бақытты боласыңдар. Маман қарсы болып, сенің де, қыздың да, бүкіл отбасының да бақытына былай айтқанда балта шауып отыр. Тимурдың несі жаман, шын ғашық болғанын кінәлі ма? Осы адамдар қызықсыңдар, бала дей бермей. Бала болса да өзінің орнын тапқан жігіт қой. Талай сайыстарда өзінен үлкен жігіттерді шаң қақтырған. Сондықтан жігіттің сағын сындыра бермендер. Татуласар өте қатты жарасымдысыңдар. Сендерден дым шықпайды дегендерге дәлелдемейсіңдер ма, Тима Арина? Дейді оқырмандар.